Онлайн режимінде оқыту дегеніміз интерактивті, жаңа технологиялық бағдарламаларды қолдана отырып, синхронды оқыту үдерісі. Мұны біз қалай түсінеміз? Оқытушы мен тіл үйренуші арасындағы қашықтық қысқарады, мекен таңдалмайды, уақыт үнемделеді. Өте тиімді әдіс. Бүгінгі төтенше жағдайға байланысты қашықтан оқыту тіл үйренушілерге өте тиімді болып тұр. Себебі олар қашықтан оқытқан кезде тапсырмаларды WhatsApp желілері арқылы, пошта арқылы алады, аудио тыңдауға мүмкіндік алады, видео көріп, және сөздіктермен жұмыс жасауға, жаңа сөздерді жаттауға оңтайлы уақытты пайдаланады. Содан кейін тапсырма алғаннан кейін олар өздеріне ыңғайлы бос уақыттарында бұлардың қазіргі тіл үйренушілердің жұмыс кестесі әртүрлі. Сондықтан да бос уақыттарында WhatsApp желілерін пайдаланып, осы берілген тапсырмалармен жұмыс жасап, диалог құруға, немесе тапсырмаларды орындап, кері қарата салып, жұмыстарын оңтайлы, ыңғайлы, икемді уақытта жасай береді. Қашықтан оқытудың тиімді тұстары туралы айтатын болсақ, онлайн оқыту секілді қашықтан оқытудың да тиімді тұстары өте көп. Ең маңыздысы, менің ойымша, күнделікті қолданып жүрген, үнемі қасымыздан табылатын ұялы телефон мен компьютердің көмек арқылы оқу. Оқытушы мен тіл үйренуші мен тіл үйренушінің арасындағы тілді меңгеру барысында байланыс үзілмейді. Елімізде белең алған төтенше жағдайға байланысты Мартөк аудандық тілдерді оқыту орталығы онлайн және қашықтан оқыту платформасына көшірілді. Мен тіл үйренушілермен мемлекеттік тілді оқыту барысында баршамызға жақсы таныс Zoom, WhatsApp, Telegram, Skype секілді бағдарламаларды техникалық көмекші құрал ретінде пайдаланып келемін. Онлайн режимінде және қашықтан оқу үдерісі ол қандай жағдай болмасын оқу үдерісін тоқтатпай, білім алуын жалғастырғысы келетіндер үшін және жұмыс пен оқуды қатар алып жүрушілер үшін өте тиімді. Құрметті тыңдаушы, тілдерді оқыту орталығы ұйымдастырумен қашықтан оқыту барысында сабақ уақыты аптасына 5 күн бойы сіз оқитын топтың өзіндік белгіленген уақытымен онлайн түрде жүргізіледі. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушылар Кастеж жүйесі негізінде құрылған арнайы тест тапсырмаларымен бағаланатын болады. Яғни оқытушы тыңдаушылардан оқу деңгейіне байланысты берілген материалдарды қаншалықты теориялық және қаншалықты практикалық жағынан меңгергенін осы тест арқылы тексеріп бағалайды. Курс аяқталып тыңдаушылар қорытынды тест тапсырғаннан кейін өзінің оқыған деңгейіне байланысты сертификат алады.